Алаяқтарға алданып, сыртымыздан кредит алады. Осындай кезде не істеу керек екенін білмейміз. Негізінде бірінші қадам ішкі істер органдарына, полицияға жүгініп, арыз шағым жазу керек. Одан кейін олардың іздерінен қалмай, белгіленген тәртіпте процессуалдық шешімдер қабылдауын қамтамасыз ету керек. Оны қалай істейміз? Барамыз, сұраймыз. Болмаса арыз жазып сұраймыз не болып жатқан. Егер де әрекеттер дұрыс болмайтын болса, онда шағым жазуға да тура келеді. Жалпы процессуалдық әрекет ол немен аяқталады? Қылмыс іс қозғау туралы, жәбірленушіні тану туралы, одан кейін жаңағы сотқа өткізіп, соттан үкім шығу керек. Егер мұндай әрекеттер жасамасаңыздар, бүгін бізде мынандай оқиға болды. Бір бауырымыз осындай әрекеттерді аяғына дейін апармаған, арыз жазғанда тастаған, бұл табылмайды ғой деп. Бірақ әлгі адам сотталып кеткен. Енді сотталып үкім шыққаннан кейін, егер де осы кісінің арызын түбегейлі бақылап отырғанда, полицияда іс сотқа өткенде осы адам бойынша, онда сол үкімге енгенде осы үкімді пайдаланып кредитті жабуға мүмкіндік алатын еді. Банкке, микроқаржы ұйымына жүгініп, кредитті кешіру мәселесін көтере алатын еді. Енді ондай әрекет жоқ, енді бәрін қайтадан істеу керек болады. Сондықтан, егер де сырттарыңыздан кредит алып, алаяққа алдансаңыздар, дереу бізден кеңес алыңыздар. Кеңестің барысында қандай әрекеттер жасау керек екенін, және де іс қозғалмай жатса, қандай арыздар, шағымдар жазу керек екенін бәрін айтып түсіндіреміз, қажет болса дайындап, тапсырып береміз. Сонымен ағайындар, сыртыңыздан кредит алып, алаяққа алдансаңыз, қолыңызды бір сілтеп, бұдан түк шықпайды деп уайымдамаңыздар. Өйткені полицияға жүгініп, олардан процессуалдық шешім қабылданып, соттан сот актісі шыққаннан кейін кредитті кешіртудің мүмкіндігі бар. Сол мүмкіндікті барынша пайдалануымыз керек. Осыны біліп жүрейік.